Армысыздар, құрметті көрермен, Елорда дін арнасына қош келдіңіздер. Бүгін кезекті подкаст. Бүгінгі тақырыбымыз енді желтоқсан айы келген кезде міндетті түрде елде мереке көп, демалыстар көп. Соның бір мерекесі ол жаңа жыл. Жаңа жылдан кейін бізде жастар тойлайтын мерекелер бар. Оған енді аға буын өкілі келіспейді. Артынша Наурыз бар. Наурыз бәріміз тойлаймыз, бірақ Наурыз туралы да бір кереғар пікір тудырып жүрген азаматтар да бар екен. Жалпы қазіргі таңда біздің елде тойланып жатқан бір мерекелер жайында әңгімелессек, Әлихан мырза, Серзат аға, Майра ханым, қош келдіңіздер. Енді өздеріңіз білесіздер, желтоқсан айы, түсінікті тәуелсіздік күні биыл енді 25-ші қазанда тойланды. Бұл республика күні болып аталып өтті. 16 желтоқсан бұрынғыдай бір үлкен мерекемен, концертпен тойланбайды. Оған нүкте қойылды. Ол аза тұту күні болады жалпы, солай деп келді. Одан кейін жаңа жыл келе жатыр ғой. Бұрындары бізде айқай шу туындаушы еді. Осы бүкіл жерге шыршаларды іліп тастады. Желтоқсан келе жатыр еді ғой. Тәуелсіздік күннің алдында не сұмдық мынау деген сияқты. Енді аза тұту күні, одан кейін желтоқсан. Жаңа жыл. Жалпы сіздерден сұрайыншы, жаңа жыл тойлайсыз ба? Бірінші. Енді жаңа жылды бала күнімізден бір сиқырлы әлемге сендіріп, Аяз атаға әбден сендірген ата-анамыз өздері білмегенде шығар. Одан кейін енді Аяз атаның жоқ екенін айтты ғой. Біз бала күнімізден ес білгелі енді тойладық. Ал соңғы жылдар байқасақ, қазір жаңа жылдың сондай бір қарқынмен тойланбайтынын білеміз. Соңғы неше жылда тойланбайтын? Жалпы соңғы мүмкін 10 жылда шығар. Ал оған дейін кәдімгідей күтіп, бірақ бір-бірімізге көңіл білдіру, жаңа сыйлық алу деген әдеті қалыптасқан. Жаңа жылдан бір жаңа үміт күту, бірақ соңғы уақыттарда мына Наурыз мерекесіне көбірек ден қойылғаны, оны үлкен ауқымда тойланып жатқаны, халықтың жиі күтетіні, соңғы уақытта жаңағы 14-ші ақпан ба? Жоқ, батыс өңірі көрісу күнінің де барлық бүкіл елге сондай бір танымалдылық артып жатқандығы да көп қуантады. Өзім Наурызды ерекше жақсы көремін. Жаңа жылы ерекше ішкі былай шындықты айту керекпіз ғой? Тойламайсыз, Жоқ, жасыратыны жоқ. Күтесіз ба? Асыға күтесіз ба мысалы? Жоқ, бұрынғы. Сыйлық алам ғой осы күндері. Бұл жаңа жыл мереке мысалы. Көгілдір экраннан да түрлі мерекелік бағдарламалар қаптайды. Дүкенге кірсеңіз, сауда орталықтарына кірсеңіз де бір мерекелік көңіл күй, музыка, әуен ойнап жатады ғой. Нұрсұлтан, жасырмаймын енді, екеуміз де әріптеспіз, біз медиа саласында қызмет етіп жүрміз ғой. Сол бір жаңа жылдық концерттердің бел ортасында жүрдік, қанша шараларда өзіміздің несібемізді тауып жүрдік, қанша кештерді жүргіздік. Сондықтан бұрынғыдай қарқын жоқ қазір. Бұрынғыдай қарқын жоқ. Және енді адамның жасы ұлғайған сайын құндылық өзгереді, ой өзгереді, көп дүниеге ұстанымың өзгеріп жатады. Сондықтан баяғыдай енді жаңа жылда аса бір күн санап күту деген жоқ. Жаңа жыл бір-біріңе жылы лебіз. Мына кеңестік дәуір дегенді әбден сіңіп қалған мереке ғой, бірақ бұдан да біз Алла қаласа бірнеше жылдан кішкене бұның да бір өзектілігін азайтатын сияқтымыз. Серзат мырза, сіз ше жаңа жыл туралы? Енді жаңа жыл деген бұл мереке бар қазір, оны ешкім оны жоққа шығармайды. Себебі ол күні біздің бүкіл мемлекеттердің басшылары шығып соны құттықтап жатады. Біз енді әрине анау 20 ғасырдағы басындағы бабаларымыздың ұстанымымен біз мысалы кейбір шығыс елдер бар ғой, жаңа жыл тойламайтын елдер бар, мұсылман елдер. Біз солардың ұстанымымен біз жаңа батыстан да қашпаймыз, шығыстан да кетпейміз, біз ортаны ұстанамыз деп ахаңдардың кезінде Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхандардың бізге сап берген жолы бар. Біз сонымен жүрміз. Біз мұсылманбыз, бірақ мұсылман болсақ та біз басқа жаңағы мынау батыс елдерінің мерекелерінің бәрінен біз қашып кеткен жоқпыз. Себебі біз солардың күнтізбесіне, яғни календарына байлаулымыз. Біздің жаңа жылымыз, жыл сол жаңа қаңтар айының 1-нен басталады. Біз қалай қаламайық? Біз енді хижраның жыл санауымен немесе баяғы ескі өзіміздің жыл санауымен жүрген жоқпыз ғой. Сондықтан жаңағы біз әрине келесі календарлық жылымыз басталады. Оны енді атап өтпей тағы отыра алмайсың ғой. Оны әрине ол кезде бүкіл телеарналарда мерекелер болып жатады. Бәрі елдің бәрі ән салып бір-бірін құттықтап жатады. Сол кезде үйде отырып, жоқ, мен тойламаймын деген өтірік болады енді. Сондықтан бала шағамыз бар, біздің де көрші-көлеміз бар. Біздің жаңағы қоғамда барлығы мысалы осы бір қалыпта жүрген жоқ, бір бағытта жүрген жоқ. Мысалы біз әрине біз енді кішкене ұлтымызды жақсы көреміз, ұлттық мәдениетімізді, дәстүрімізді жақсы көреміз, біз кішкене одан қашқақтаймыз. Бірақ енді қоғамда солмен өмір сүрген адамдар да бар ғой, жаңа жылмен әлі күнге шейін сол жаңа жылды тойлап жүрген қоғам қазір бізде былай айтқанда екі бағытта. Әлі сол бұрынғы ескі түсінікпен жүргендер бар. Сол ескі кеңес үкіметінің уақытынан қалған тілмен жүргендер бар, орысша сөйлеп қазақша білмейтіндер бар. Олардың барлығына сен жаңа жыл тойлама деп айта алмайсың. Жоқ, бұл жерде мәселе жаңа жыл тойламау керек деп жатқан жоқ. Жалпы сіздің көзқарасыңыз сұрап жатырмын. Жоқ, сол мен көзқарасым ол жаңа жыл деген нәрсе бір уақытта ол өз-өзінен жойылады. 50 жылда ел жаңа деген. Жойылатын себебі халықтың
санасының өзгеруіне байланысты. Себебі қазір біздің іргеміз үлкен елдер бар, оған әсер ететін. Бұл мәселеге біз егер де жаңағы белден басып кететін болсақ, онда заңмен жаңағы тыйым салып тастасақ, онда ертең айға жу болады. Себебі біз әлемдік календардан бөлініп қаламыз біріншіден. Екіншіден жаңағы біз енді басқа да факторлар бар саяси. Сондықтан жаңағы біз оны әзірше атап өтеміз жаңа жылда. Бірақ дегенмен көп адамдардың санасында қазір осы жаңа жыл біздің мерекеміз деген нәрсе қалыптасып келе жатыр. Мені қуантады. Иә, біздің мерекеміз Наурыз деген жастарымыздың ортасында, мына қазақы ортада. Біз басқа ортаны айтпай ақ қой, қазақ ортада бар. Енді Қазақстанда жаңағы былай айтқанда сол қауым екі бағытта деп айттым ғой жаңа. Бұрынғы жаңа жылмен жүргендер де бар. Сол Наурызды білгісі келмейтіндер де бар мысалы. Оны енді не деп айтуға болады? Енді оларды да біз ұстанымдан олардың өздерінің құқықтарын бұза алмаймыз. Сендер жоқ, тек Наурыз тойлаңдар деп. Бірақ келе бір уақытта біз күшейеміз, халықтың саны көбейеді, қазақ тілі күшейеді. Сол кезде мәдениетіміз, дәстүріміз күшейген кезде өз-өзінен жаңа жыл тоқтайды да. Бір уақытта сол кезде бір мемлекет басшысы келе ме, жоқ әлде бір парламент төрағасы келе ме, соны келеді айтады, біздің мерекеміз Наурыз екен, біз Наурыз тойлаймыз деп айтады. Әлихан Бөкейхан айтқанда оны біз көрмейтін шығармыз ол күнді. Бірақ сол келетініне мен кәміл сенемін. Жақсы. Әлихан мырза, енді қараңызшы, сіздің жаңа жыл туралы позицияңыз түсінікті ғой, белгілі сұрамасақ та болады. Наурыз мерекесі бұл бұрындар ұлыстың ұлы күні дейтін едік. Ол ұлыстың ұлы күні деген сөздің өзі көнерген сөз екен ғой. Ол ұлыс емес, қазір мысалы халық, ол сөз көп пайдаланбауымыз да керек. Ұлыс деген мемлекет деген сөз. Енді қазір керек па, сол актуалды ма пайдалану? Ұлыстың ұлы күні мерекесі құтты болсын деген. Жоқ, енді ол мемлекеттің ұлы күні деген сөз ғой енді. Ұлыс деген біздің ескі сөзіміз, мемлекетте ауыстырылады. Себебі баяғыда айтып шық қой, Жошығанның ұлысы. Қазір енді Алтын Орда ұлысы мысалы үшін, Көк Орда, Ақ Орда екі ұлысқа бөлінді, Алтын Орда империясы деген сияқты. Сондықтан ұлыс деген Қазақстан мемлекет деген ұғым. Пайдалануға болады, айтуға болады. Мемлекеттің ұлы күні демейсің. Кейбір жерлерде тыйым салып жүрді осыған. Жоқ, айтуға әдемі де енді, былай айтқанда аллитерация, ұлыстың ұлы күні. Ұлысымыздың ұйытқысы оңтүстік деген де сөздер бар да. Ең ұлы күн деген сөз неге ұлы күн деп отырған? Ұлы күн дейтін себебі ол уақытта жаңа 14 наурыз деп жүр ғой. Сол 14 наурызда негізі күн өтін теңесетін сол күні ең бірінші басталатын барлығы дүниенің. Сол бұрынғы біз қазір жаңа күнтізбемен жүрміз ғой. Енді ескі күнтізбеде мысалы бұрынғы алаш уақытында 14 наурыздан басталған. Сол уақытта мына батыста сақталып қалған 14 наурызды көрісіп жүрген сол олардың. Сондықтан бұл жерде біздің ата бабамыз білген ғой. Керек болатын болса мына әлемдік күнтізбенің өзіне өзі қарама-қайшы. Қазір біздің пайдаланып жүрген Григориан күнтізбесі бар ғой. Сол қарама-қайшы. Бұны мен Әділ Ахметов ағамыздың кітабынан оқыдым. Қалай қарама-қайшы? Қарама-қайшы дейтін себебі мысалы үшін олар 7 дегенде біз сентябрь, септембр дейді ғой енді. Октобер 9. Соны қараңыз енді. 7 деген 7 деген сөз. Ол 9-ға келіп тұр. Октябрь ол 8 деген сөз. Ол 10-ға келіп тұр. Сонда сөйтіп санасаңыз, мысалға жаңағы айталық сентябрь айын, қыркүйек айын 7-ші ай, қазан айы 8-ші ай, қараша айы 9-ші ай, қаңтар айы, желтоқсан айы 10-ші ай, қаңтар айы 11-ші ай, ақпан айы 12-ші ай, наурыз айынан қайтадан жаңа жыл басталады. Сонда өзі Григориан күнтізбесінің өзі шатасып жүр өздерінің жаңа сандарымен шатасып кеткен. Сондықтан жаңағы бұл жердегі мәселенің көп шатасуы бар. Біздің ата бабамыз өте данышпан болған негізінде. Өте керемет. Мен өзі қарап отырамын да таңғаламын. Не деген бұл сон заманда білген оқымаған тоқымаған деп қояды. Біз тоқыған болған ата бабамыз. Ана Күлтегіннің тасы келді ғой. Күлтегіннің тасында жазу бар ғой, Сол жазу біздің ата бабамыздың жазуы ғой. Ал жазу деген нәрсе руна жазуы. Ол деген үлкен өркениет қой, цивилизация болған. Керемет цивилизация болған. Бірақ енді сол цивилизация кейін әртүрлі жағдаймен айырылып қалғанбыз ғой енді. Соны қайтадан қалпына келтіріп жатырмыз. Енді осындай мәселелер бар енді. Әдекең айтады. Жақсы аргумент айтылып жатыр Наурыз туралы. Жоқ, тоқтаңыз, мен жаңа жыл туралы да мен сұрайтын нәрсе бар. Енді мен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының атынан келіп отырсыз деп жақсы әдемілеп айтқан екен, мен түсіндіріп айтайын. Мен мұсылманмын, бірақ мен тек қана әр Қазақстан Республикасының азаматымын. Одан кейін мен қазақтың баласымын. Оны да ұмытпаймыз. Мен мұсылманның шариғаттағы бүкіл бұйрықтарын орындаған сияқты Қазақстан Республикасының заңдарына мен мойынсұнамын. Сол сияқты қазақтың салт дәстүрлері бар. Міне соның барлығын мен ұстаймын. Мен осылайындай жағда бар. Сондықтан мынау жаңа жыл біздің жаңағы айтылғандай Серікзат ағамыз айтқандай, біз жаңағы Григориан жыл күнтізбесіне біз байланып қалғанбыз. Мынау 31-ші желтоқсанда жыл бітеді, жаңа жыл келесі 2023 жыл басталады. Сол басталып жатқаннан кейін осы жерде қарасаңыз, барлық жерде мынау осы жылды былай жасап алып, ендігі жылда мынандай жоспарлар бар деп президент жаңағы құттықтауын айтқан кезде артынан келесі жылға жоспарларды айтады. Біз соның бәрін тыңдаймыз. Соған қарап, бізде жоспарларымызды дұрыстай бастаймыз. Мынандай болады екен деп дайындала бастайды. Тіпті керек болса жаңадан бір
бекітіліп жатса, базарда сауда жасап жатқан адам өзі мына уақытта мынандай мейрам болады екен деп соған қарай тауар алып келе бастайды деген сияқты. Мен де Қазақстан Республикасы азаматымын, соған қарай өзімнің кейбір жоспарларын туырлаймын. Сондықтан жаңа жылда мен жаңағы үйде тойламасам да, жаңа жылдан кейін біздің Қазақстан Республикасында бір жаңаша бір жоспарлар құрылғанда, мен де соған жоспарымды ретке келтіре бастаймын. Солай емес па? Иә, жылдың басы ғой. Жылдың басы ғой бәрібір. Бірақ мұсылманда 2 мейрам бар. Дұрыс па? Мен мұсылман ретінде 2 мейрам тойлаймын. Бірақ Қазақстан Республикасының азаматы ретінде тәуелсіздік күні бар, Конституция күні бар. О күндерді құттықтаймыз. Қазақтың азамат ретінде, қазақтың, жаңа өзіңіз айтқанда, ұлыстың ұлы күні ретінде Наурыз мейрамын осылай тойланады. Яғни ислам шариғатында жоқ. Бірақ бұл ұлттың, қазақ халқының мейрам болған екен, оны тойлаймыз. Енді осы жерде бір сұрақ. Бұл мәжусилердің мейрамы деген сөз бар да, жаңағы Наурыз деген мынау Ирандағы отқа табынушылардың мейрамы ғой дейді. Мен Иранда өзім болғанмын. Ирандар 21-ші Наурыз күнінде Наурыз мейрамын тойлайды. Оларда 21-ші, біздікі 22-ші. Солай емес па? 22-ші Наурызда. Біздікі олардан бөлек бір күн былай. Және бізде бұл Наурыз мейрамы көктем мейрамы. Барлық жерге қарасаңыз, ұлыстың ұлы күні, көктем мейрамы, Наурыз мейрамы құтты болсын дейді. Енді біздің елдің халқы бұрынғы кезден жаңағы мал шаруашылығымен айналысты, басқа да егінмен айналысатын енді шаруаларға күн жылынып, әйтеуір көкке іліндік қой, Құдайға шүкір. Ана мал жан енді Құдай қаласа енді дұрыстала бастаймыз деген бір қуаныш. Әйтеуір мына қыстың қақаған ақпандағы жаңағы не бар, боран бәрінен өтіп, енді күнге жылы уақытқа жете бастадық деп, соған бір қуанышын білдіретін болған ғой енді. Сол ретінде осы Наурыз мейрамын қазақ азамат ретінде, қазақтың баласы ретінде тойлау ол шариғатта рұқсат етіледі. Сондықтан Наурыз мейрамы осындай ұлыстың ұлы күні. Әдеке, мен жаңа осы қосып кетейінші бір нәрсені, сөздің реті келіп тұрған кезде. Жаңа Наурыз мейрамы дегенде біздегі Наурыз ол ислам дінімен астасып кеткен Наурыз. Біздің аталарымыз Наурыз кезінде олар жаңағы бата жасағанда жаңағы Құран оқып, Фатиханы оқып сөйтіп жататын олар ше, бата деген Фатиха ғой енді. Анау Наурыздың өзінде де жаңа бар ғой, Қадыр Аташы бата береді деген. Батаның арғы Фатиха ғой енді. Фатиха дейді қазақ, әл-Фатиха деп атады. Сондықтан жаңағы бұл жерде біздің Наурыз мерекеміздің барлығы ол заманда мәжусилердің заманында мүмкін бір отқа табынып бірдеңе болған шығар. Қазіргі кейінгі Наурыздың барлығы біздің кәдімгі сол дінімізбен, дәстүрімізбен астасып кеткен. Ол Ираннан келе ме, қайдан келеді білмеймін, бірақ осы қазақтың өзінің керемет мерекесі болып шыққан. Бұл исламға қайшы емес. Мен Наурызда бірде бір нәрсе көрген жоқпын исламға қайшы жазып. Дін мен дәстүр. Иә, дін мен дәстүр ұштасып кеткен. Ұштасып кеткен. Ана жерде шығып жаңағы ол ана Қадыр Ата деп жүргендер ол енді Хызыр ғалейхиссалам жоқ әлде бір ақсақалдың образы ма, сол шығып бата беріп жатады ғой, көрініс жасап. Осының барлығы қазақтың түсінігінде қалған нәрсе. Яғни бір ақсақал шығып елге бата беру керек. Ал енді бата деген нәрсе енді ол былай айтқанда дұға ғой енді, ол исламда бар нәрсе ғой. Негізі енді мынау подкаст қой енді шариғатта жоқ, бірақ Омар Жәлел ағамыз бір осы Наурыз туралы бір айтып бергені бар еді. Нұх пайғамбардың кемесі тоқтаған күн негізі мынау аймен есептегенде Мұхаррамның 10-ы. Мұхаррамның 10-ы. Ал сол мынау біздің күнмен есептегендегі шамси есептегенде осы 22-ші жоқ 14-ші Наурызға сәйкес келеді екен. Соған сәйкес келеді екен. Сосын білесіз, түріктерде осы 10-ші Мұхаррамда есіңізде ана барсаңыз бір тамақ істейді олар. Ішінде мейізі бар, түрлі дәні бар. Біздің Наурыз көжесіне өте сәйкес келеді. Соны айтып жатыр да Омар Жәлел ағамыз. Сол күнді 14-іне тоқтаған, одан кейін артынан жаңағы 6 күннен кейін ба, 7 күннен кейін жаңағы бүкіл жаңағы несін бәрін жинап, дәндерін бәрін жинап тамақ істеген екен. Сол тамақ ана жаңағы 10-ші Мұхаррамда жасайтын тамақпен мына Наурызда жасайтын тамақ екеуі бір-біріне сәйкес келеді екен деп Омар Жәлел ағамыз соны айтып еді. Мына хамал мен амал күні дегендің барлығын бір байланыстырып айтып беріп еді. Бұл енді шариғатта жоқ, бұған қатысты хадистер жоқ, бірақ ол кісі мына ұлттық мынау әдебиеттерден оқыған сол кімнен Мәшһүр Жүсіптен алып айтты. Иә, Мәшһүр Жүсіптен алып айтты. Себебі бар ғой, әдеке былай ғой. Біздің дәстүріміздің бәрі шариғатта жоқ. Бірақ дәстүріміздің барлығы шариғатқа бейімделген. Бір заманда әрине шариғатқа қарсы нәрсе болған шығар. Бірақ кейін сол біздің аталарымыз исламдан келгеннен кейін өздерінің бүкіл дәстүрлеріміздің бәрін дәстүрді жойып жібермеген. Қазір кейінгі бір дінге келіп жүрген кейбір азаматтарымыздың бәрі ол дәстүр керек жоқ, анау ширкті бас ұрды өйткен жоқ олар. Олар оның бәрін сол исламға бейімдеп, соның жаңағы екеуінің астасып кетуіне
аталарым жұмыс істеген. Яғни біздің дәстүрімізде шариғатқа қайшы ештеме жоқ екені көрінеді. Мысалы қараңызшы, жаңағы кез келген тойымыздағы мысалы беташарда да бір уақытта бір адамдар қарсы шығып жүрді беташарға. Ол деген жаңағы еңкейсең рукуға ұқсап кетеді деген сияқты. Енді ол жерде мысалы қарап отырсаңыз, ол спорт залға барсаңыз еңкейесіз ғой енді. Солай емес пе енді? Ол енді сондай руку жасап жатқан жоқсыз ғой. Оның ниеті, амалы басқа ғой. Ниет амалға байланысты. Сондықтан жаңағы кейбір бір білімсіз азаматтар халықтың ішіне сол бір нәрселерді таратып жүрді. Осыған қарсы дәстүрлерімізге қарсы не үшін наурызға қарсы жаңағы біздің басқа тұсау көстерімізге қарсы ойбай ала жіпті қиған кезде жіпке сенеді екен деген сияқты. Қазақ ешқашан да жіпке де басқа тасқа сенген жоқ. Егер де жаңағы ол қазақ бейітке барса да бейітке де сеніп бармайды. Бейітке Құран оқуға барады сол жерге барып. Жалпы бұл жерде енді дәл осы наурыз бен жаңа жылды қорыта келген кезде әңгіменің 50 жылы ел жаңа, ол енді біз еліміз көп векторлы, зайырлы мемлекетпіз, біз ешкімге тыйым сала алмаймыз. Оның өзінде бір кезінде бір қалған жақсы белгілері бар, бұл бір жамандыққа шақырып жатқан мереке емес қой. Бірақ сонда да ел наурызды тойлайды, бұл біздің тарихымыз, бұл біздің мәдениетіміз, әдебиетіміз. Серзат аға айтпақшы, бұл біздің дінімізбен де бір ұштасып, бір синтезделіп жатқан дүние. Ал жаңа жыл ол енді уақыт өте келе өзінің актуалдығын жоғалта ма, жоғалтпай ма, ол енді кейінгі ұрпаққа белгілі, оған берілетін тәрбиеге байланысты, оған жасалып жатқан идеологиялық қадамдарға байланысты деп ойлаймын. Тіпті қазір балалардың өзі де аяз ата жоқ деп біліп алған ғой. Кейбір ата-аналар аяз ата бар деп әлі де сендіруі мүмкін, бірақ көп балалар кәдімгідей аяз атаның жоқ екенін, бұл бір әдемі мереке екенін жақсы біледі. Одан кейін мысалы осыдан 10 жыл бұрын әдемі оюлы шапан киген, әдемі сырма камзолдар киген ер азаматтар болсын, әйел адамдар болсын көп байқай бермейтінбіз. Білесіздер, иә? Қазір жоқ, қазір сырт киім ретінде де жігіттеріміз әдемі шапанды, әдемі етікті, қыздарымыз қос етек көйлектерді сондай бір әдемі жарастырып киеді. Менің ойымша біз кезінде бір жоғалтып алған дүниеге ақырындап сағынып қайтып келе жатқанымыздың өзі. Жаңа жылдағы мысалы аяз ата бар ғой кәдімгі. Енді Европада да болған екен, кейін кеңес үкіметі оны кәдімгідей жасаған бұны. Санта Клаус. Идеология, Санта Клаус қой. Санта Клаусты әкеліп аяз тағып, қасына қызды қосып, балаларға жаңағы компьютер атып, ол негізі бұл әдіс исламда бар нәрсе ғой. Оның бәрін алады ғой, жақсы нәрсенің бәрін. Мысалы Лениннің кітабын қарап отырсаңыздар, көп сол біздің сол ежелгі діни кітаптардан алған көрініп тұрады енді. Бір жақсылық істеу, мәселе, мейірімділік, қайырымдылық деген нәрсе тек Құда жоқ дегенде қалған бәрін жақтан алып, өздеріне пайдаланған идеология. Олар жаңағы айтуға болмайды, олар ештеңені білмейді деп, олар өте бәрін оқыған. Көрген халыққа қалай әсер етіп көрген, идеологияны қалай жасау керек. Сондықтан жаңағы бұл жердегі аяз атаның образының өзі сол біздің жаңағы бір сахабалардың басқаларының образын алып келіп мына жаққа келіп енгізіп жүр ғой енді көріп. Сөйтіп кейін сол балаларға әсер етіп көрдіңіз. Ең бірінші тәрбие қайдан басталады? Баладан басталады. Сондықтан жаңағы балаға компьютер ату, соның ішінде жаңағы өздерінің идеологиясын қосу деген нәрсені жасаған. Енді кейінгі кезде біздің жігіттер айтып жүр, осыны біз құрбан айттар жасасақ қайтеді балаларға сыйлық деген сияқты. Мен мысалы 100% қолдаймын. Өзіміздің мерекелерімізге наурызда болсын, құрбан айтта болсын, біз осы негізі балалардан бастауымыз керек. Біздің жаңағы жаңа жылдың керемет мереке болып тұрған себебі отбасылық мереке да. Жаңа жыл отбасылық мереке, ол бала шағаңмен бірге, балаң бір жерге барам десе бірге барасың ғой енді. Біз наурызбен құрбан айтымыз отбасылық мерекеге айналдырмай жатырмыз. Келешекте негізі отбасыға мерекеге айналу керек. Сол кезде біздің балаларымызға құрбан айтта тек қана қой шалу емес, балаларға жаңа сыйлық тарату, оның бір кеңес үкіметі жасап шықты ғой жаңа аяздамен мысалы. Қасындағы сыни игрушкасын жасап қойды ғой. Сол сияқты ақша қарын. Біз де сондай бір нәрсені жасасақ. Енді бұның насихаты қалай болу керек? Соған бір басы жететін кісі болмай жатыр да, соны бір керемет жаңағы сондай адамдар болса, идеологтар. Бар ондай отбасылар, бар, иә, кәдімгідей айтып күтетіндер, таңертең. Бәрі жаңа ортақ көрдіңіз, ортақ құндылық қайнап жүрген себебі нені? Аяздамен жаңа ақша қарды. Мектептерге, балабақшаларға енгізіп жіберді. Кеңес үкіметінің кезінде. Сол балабақшаға мектепке енген нәрсе ол бәріне. Ал біз жаңағы өзіміздің мерекелерімізді сол балабақша мен мектепке біз бір оның форматын тауып беруіміз керек. Былай тойлаңыздар деп. Сол кезде барып жаңағы жаңа жылдың орнына анау басады да балалар оған қатты қыспайды. Енді бұл мәселені бұл бір сағаттық подкастқа аздық етеді. Өйткені жаңа жыл, наурыз ұзағынан келе жатқан әңгіме. Оның енді біз мысалы Майра ханымды біз мәселені талқылап жатқан кезде енді шешу жолдарын өтіп жатырмыз да, механизмдеріне. Ол енді подкаст емес, кейін бір арнайы жиналыстарда, дөңгелек үстелдерде қарастырылатын дүние ғой. Ол енді уақыттың еншісінде дейік. Ең бастысы халықтың иммунитеті, халықтың бір рухы мықты болып ары қарай дамып жатса, оның бәрі өз орнына келеді. Тағы бір екі мереке бар. Соның бірі бұрындары сауда орталықтарын өте көп еді, қазір таңда азайған шығар десем, керісінше сол күндері арнайы декорация қойылып, соған арнайы кештер ұйымдастырылып, әлеуметтік желіде сол бір қатты насихатталып жатыр. Бұл Хэллоуин.
Хэллоуин мерекесі емес, Асқабақта анау ішін тазартып шам қойып деген сияқты қорқынышты кешегі мысалы анау Корей елінде болған қазақ қызының қазасы мысалы көпшілігін ойландырып тастады. Хэллоуин деген мерекені мен енді былайынша қарап көрдім. Енді оны өзім тойлаған жоқпын, және менің балаларым да тойлаған жоқ. Аса бір соған қызығатын да мерекеміз емес, бірақ өзім жастардың бәрі соны тойлап жүргесін қарап көрдім. Не нәрсе екен деп. Енді оның қоржағында көп қайшы дүниелер бар. Хэллоуин деген мерекені енді бір елдің мүмкін мерекесі шығар енді ол да. Батыстың бір елінің. Бірақ ар жағында негізі біздің дінімізге қайшы дүниелер көп жүрді оның ішінде. Жаңа қорқыныш болып тұрған сол ғой, жаңа аруақ болып киініп алу, бір былай айтқан кезде дінде жаңа ұғым бар ғой, адам ішіне жын кіріп кету деген. Сол сондай қауіп болуы мүмкін ол жерде. Мен өзім сөйтіп қауіптенемін, жастарымды ішіне жын кіргізіп жіберемін. Себебі ана неше түрлі болып киініп алып жаңағы балалар түрлерін қарасаңыздар, бір скелет болып киініп жүрді ғой. Ол жақта да бізде оразда жарапазан айтады ғой. Бар ғой бізде. Сол Хэллоуинде де көпшілігінде сол кейін зерттеп қарасам, оларда да сондай бар екен. Киініп алады да жаман бағана кейін адам шошиды. Сөзде дұрыс емес. Естерді қағып, сол есті ашады, кәмпит береді, бұлар бір өлеңін оқып береді екен. Сондай оларда да бар екен да сол. Ілқамыр, сіз не дейсіз осы Хэллоуинге байланысты? Енді мен өзім Хэллоуинді интернеттен көрген болмасам, былай көрмеген екен, бірақ Асқабақтарды көрген шығар, сауда орталықтарында бар. Оны да көрмеппін. Бірақ мынау өзіміздің осы Астанада мынау парк бар ғой, жүгіретін. Триатлон парк. Триатлон парктың қасында үлкен жаңағы іблістің несі тұр, мүсін. Айдаһар сияқты бір нәрсе тұрды ғой, көрдім я. Іблістің артының барлығы сондай жерген. Сол жерді ғана көрдім. Бір жазда сол жерге барғанда. Оның бәрін бетіп қарасаңыз, былайша айтқанда, білесіз бе, мысалы анау Шрек адам жейтін ғой негізі. Бірақ соны бір өте сүйкімді бір кейіпкер көрсетті ана мультфильмде. Сол сияқты кейбір мультфильмдерді, кейбір киноларды көрсеңіз, шайтанды бір сүйкімді кейіпкер көрсетіп қойып отқандарын көріп қаласыз да. Бұл ақырындап осы шайтанды адамның ең үлкен дұшпан, соны сүйкімді жастардың, балалардың бойына сіңіруге бағытталып ойлап табылған сол шайтанның кәдімгі әскерлерін ойлап тапқан нәрсе сияқты көрінеді. Мен дін адам ретінде мен осылай түсінемін. Себебі шындығында бүйтіп қараңызшы, анау адамның жаңағы зомбилер келе жатады, тағы бір нәрселерге жатады, кейбірін қарасаңыз қандар, бір ғана сондай тамақтардың барлығы сондай, соны кесіп алып жеп жатады. Бұл деген енді шындығында бұл дін жағынан қарасаңыз да, кәдімгі қазақ ретінде қарасаңыз да, бұл қазақ емес, кәдімгі адам ретінде қарасаңыз да, бұл қай жағынан қарасаңыз да дұрыс емес нәрсе бұл. Бұл енді адамның өзіңіз айтпақшы психологияға өте кері әсерін тигізеді. Қазір ана қорқынышты ойындар бар ғой, бөлмелер топ болып кіріп бір жасырылған дүниені. Квиздар. Баратын ба бөлмелер? Квиз ғой, квиз. Сонда мен адамдарға қазір не іздеп барады деп ойлаймын да, адреналин жетпей ме, эмоция жетпей ме, жалпы сол жақтағы барудағы мақсат өзін өзі қорқытып сол әсерді сезіну ме, сол эмоцияның артына кету ме, өте қорқынышты. Жалпы қолдан сондай қорқынышты дүниені жасаудың өзі бір адамның санасына сыймайтын нәрсе ғой. Хэллоуин жарайды, Хэллоуиннің арты қандай болды. Қанша күн аза тұтты Корей жаңа мемлекеті. Бірақ көп енді бір жағынан маркетинг қадамдар да бар. Әр өзінің бір орталық, әр кешен, әр мерекеге байланыстырып бір дүниелерді ұсынып отырады ғой. Осындай, оның жарнамасы мен мұндалап тұратын болса, қызықтың бәрі бізде деп шақырып тұратын болса, мына еліктеп тұрған жастардың бір таптырмайтын дүниесі сияқты. Мысалы, Бразилиядағы карнавалдары, мысалы, өте арсыздық. Мәселен, ол біздің Құдайдан тілеймін, біздің Қазақстанға келмесін ненің карнавалы. Сол сияқты бұл Хэллоуин дегенде соған ұқсас бір дүние. Мысалы, қазір Европадағы, мен де шын айтайық, осы жерде отырған барлығымыз қарсымыз, анау кемпір қосақ түстес ту өтелетіндердің бір жынысты некелердің, солардың жаңағы митингтері болып жатады. Солар біздің қазақ ел жерінде болмаса екен деп тілейміз. Сол сияқты бұл Хэллоуин де дәл сол, жаңағы карнавал да сол нәрсе. Бұл қазаққа да, мұсылманға да жат нәрсе. Жаратылысқа қарсы нәрсе ғой. Бірақ бір өкініштісі, бір бейне бір сол жаңағы Хэллоуин өркениеттің бір белгісі сияқты түсініп қалған сияқты да. Хэллоуинге сіз қарсы болсаңыз, бейне бір Европаның мәдениеті, Европаның ғылымына, заманауи технологияға қарсы адам сияқты көрініп қалатын бір түсінік бар сияқты. Сен ендеше сен бұған қарсы болсаң, сен баяғы ескінің адамысың. Мынау Европа деген тек қана жақсылыққа, өркениетке алып бара жатыр. А сен өркениетке қарсысың деген сияқты бір түсінікте бар сияқты. Өткенде бір жаңағы мынау Фейсбукта бір осындай жаза қойып едім. Сөйтсем осындай комментарийлер оқып қалдым да. Хэллоуин түп тарихы неде? Ол кәдімгі мынау бүкіл нелер жинап болғаннан кейін ғой, азық түлікті жинап,
жеміс көкөністі жинағаннан кейін тойланатын мереке ме еді? Бұл қандай мереке өзі? Қызығушылығы мәні бар ғой. Асқабақтар не үшін қаптап кетеді өзі? Асқабақтар жинайтын маусым ба, не ол? Сонда бір астары бар дейікші, бірақ бұл жердегі мәселе оның айтқанда былай көрнекілігі. Мысалы үшін ол мереке жақсы деген сияқты жасауы мүмкін, бірақ енді негізі астарын көріп қарасаңыз, жаңа Әлекең айтқанда біз былай ғой, Европада мынандай. Европаның мысалы азғындық көп жоқта. Бірақ олар айтады, біз адам құқықтарын адам бостандығын шектемейміз. Адам кім не істегісі келеді, соны істеу керек. Балам не істеу керек? Еркекке үйлене ме? Еркекпен еркекке үйлене берсін. Әйелмен әйел үйлене берсін. Жаңағы немесе жаңағы наркоман болсын, наркоман болсын. Анау жаңағы Амстердам көшесіне барсаңыз, анау қызыл красный фонарь дейді ме? Ана жерден енді айтқан жоқ, ұятсыздық бір. Екіншіден жаңағы мен бардым уже Амстердамға бардым. Сонда жаңағы ана түскен кезде, пойыздан түскен кезде бірден сезесіз жаңағы анашаның иісін да. Наркотиктің иісін. Сол жерде ол бір қалыпты жағдайға айналып кеткен. Ол жерде рұқсат етіледі. Ол жерде жаңағы жалаңаш жүру рұқсат етіледі. Көшеде шешініп тастап жүрсең, саған ешкім таң қалмайды. Ол қалыпты жағдай сияқты көрдіңіз бе? Адамның азғындыққа қалай барады? Осы жерде бір нәрсе айтып жіберейінші, рұқсат болса. Бүйтіп қарасаңыз, адамзат мына діндерді қарасаңыз, бір діндер бар, тыйым көп. Мысалы, мына брахманиттер бар, христиан дінінің кейбір діндерінде өздері тесіп беттерін Құдайға сен жақын болу үшін өзіңді қинауың керек, бәленбай күн тамақ ішпеуің керек, бейшараны крестке өзін тағып қойып қинайды. Діннің кейбір діндер бар осындай. Ал енді бұрынғы кезде бір дін болған екен. Иранда муздакизм ба, миздакизм ба деген бір діни бағыт болған екен. Одан не ойыңа келеді, істей бер. Құдайдың ризашылығына, Құдай бәрін саған берді, қалағаныңды ала бер дейді екен. Сонымен сол кезде кейбіреулер өзінің қарындасына үйленуде қалыпты жағдай болып, ойыма келді, болды. Ислам діні әрқашан орысша айтқанда золотая середина, алтын орталықты ұстанады. Ислам шариғатында да жаңағы мына миздакизм сияқты барлық нәрсе рұқсат етіледі. Барлық нәрсенің негізі халал. Бірақ Алла тағала тыйым салған нәрселер бар. Ол сол нәрселер азғындыққа апаратын нәрселерден тыйым салады. Бірақ Алла тағала не нәрселерден тыйым салған болса, сол нәрсе шындығында адамзатқа зиян нәрселерден тыйым салған. Сол жаңағы өзіңіз айтып отырсыз, жаңағы Хэллоуин болсын, жаңағы қандай да бір жаңағы көгілдір және жаңағы көмір ұқсақ түстер солардікі болсын, барлығы ол тыйым салынады. Ол нәпсінің алдын ашып жіберсең, кетті, ол тоймайды да, ол үлкен азғындық қалып барады. Сіз айтып отқан жаңағы Нидерландыда ол төбе жақсылық қалып бармайды бұл нәрсе. Сондықтан Алла сақтасын, о нәрсені жарнамаламай, о нәрсенің алдын алу керек деп. Жоқ, шыны керек, Хэллоуинде бұрынғымен салыстырғанда азайған. Кеше Кореяда болған жағдайдың өзі кейбір осы біздің еліміздегі жастарды ойландырып тастады. Керек жоқ деп бір қатты белең алған жоқ бұл мереке. Бұрындары сұмдық өтетін, бұл кәдімгідей түнгі клубтардан бастап, кафе ресторандардан бастап, керісінше анау сауда орталықтарының бутиктерде скидкалар жарияланып кететін да, мысалы. Қазір ондай жоқ. Насихаты. Иә, дұрыс. Шет тілінде оқитын студенттеріміз сөйлеп жатады, ағылшынша оқитын. Енді оларға мен кезінде ол кәдімгі оқулықтарында бар ғой, әдебиеттерінде бар. Иә, әдебиеттерінде. Соның ең ғой. Иә, сондай бір бар болған ғой, оларға барып тыйым салсаң, оқытушылардың өзі қарсы шығып кетеді. Ағылшын тілі ғой әсіресе. Иә, сіз неге өйтесіз? Себебі ол деген анау Европада бар нәрсе. Сонда біз Қазақстан Европадан кембіз ба деген сияқты. Мен кезінде деканның орынбасары болған кезде оған көп қарсы келген болатынмын. Енді біраз әріптестерімнен сынды естігемін. Мен енді ұлтшыл деп қабылдайды. Мен ол жерде ұлтшылдық емес, мен жаңағыдай астанадан өлемін ғой енді. Бұл ұлтшыл болып оларды мен жаңағы жақсы нәрсе өзі қарсы болмаймын ғой. Егер ағылшынның жақсы нәрсесін алып келсе, неге қарсы боламын мен? Мен оларға айтамын, сендер ағылшыннан үйренгілерің келсе, неге олардың технологиясын әкелмейсіңдер? Неге олардың бір жақсы дүниелерін, неге оны Шекспир басқасын әкелмейсіңдер? Немене мынау деймін ғой енді. Егер де жаңағы басқа елдерден үйренгілерің келсе, солардың Америкадан үйренгенге соның жақсы нәрсесін алып келіп, Хемингуейін алып келіп, мына жерде оқыт, насихатта, қандай үлкен жазушы мысалы, немесе Американың қазіргі соңғы технологиясын неге үйреніп, неге өзіміз iPhone шығармаймыз, iPhone жоқ телефон, неге өзіміз сол Американың көлік шығармаймыз, неге Америка сияқты біз керемет космос шығармаймыз, неге біз олардың ыңғай бір қаңсықтан жаман нәрсесін әкеліп осы жаққа келіп жасауымыз керек екен. Америкадан үйренгенімізге жақсы нәрсе көп қой. Европадан үйренгеніміз жақсы нәрсе көп. Европада керемет дүниелер бар, бірақ соған қарсы нәрселер де бар. Европада жаңа бәрі заңмен рұқсат етілген, кейбір елдерде оған қарсы елдер де бар. Жаңағы Нидерландыда айттық қой, оған қарсылар да бар. Бірақ оны қолдайды. Бірақ олар қарсы өзін жасатпайды, бірақ анаған барып қарсы болмайды. Өз елдеріне қарсы жасауға, сондай елдер де бар жоқ. Жақсы, енді бір дүние ескерейік, мысалы қазір Қатарда әлем чемпионаты өтіп жатыр ғой, футболдан. Сол жерде мысалы біраз дүниелерге тыйым салып тастады, мемлекеттің саясатына ұстанған дініне байланысты.
амал жоқ, енді басқа елдер соны мойындады, солардың заңына бағынды. Сондықтан кейде осындай тыйымдарды салып отқан дұрыс. Бір идеология жағынан күресеміз, оған әдеби оқулықтар шығаруымыз керек, оған бір басқа жағына әсер ету керек дейтіндер де бар. Бірақ кейде заң тұрғысынан тыйым салып қойсаң да, ол оған өзімен өзі балта шабылады деп ойлаймын мен. Сондай дүние керек сияқты. Хорватияның бір модель қызы барып теңіздің жағасында жүрген ғой, енді видеоға түскен, жаңағы суға түскен лыпасымен. Оған қарсы мысалы қарсы болып жатыр да. Олар көп жаңағы футболистер де барып сол Катарға қарсы сындарын айтып жатыр. Көрдіңіз бе, түсінік қалай? Бұлар деген неге өйтеді, жаңағы адамның бостандығына байланысты неге солай жасайды деген сияқты. Бірақ енді оның ар жағында ұят деген нәрсе тұр ғой. Көрдіңіз, оларда ұят деген ұғым болмай тұр ғой. Түсінікті болып жатыр. Негізі әрбір көрермен осы біздің подкастты көріп отырып, өзіне қажет дүние алады деп ойлаймыз. Толыққанды біздің бағдарламамыз бір 40-45 минут өтсе, содан бір 45 минут ой түймесе де, 1-2 ойын түйіп алса, мысалы, айтып жатқан спикерлерден, соның өзі осы подкасттың бір жетістігі десек те болады. Және төртінші мереке, бұл әрине Валентин күні, әулие Валентин күні. Бұл мерекені енді қазіргі таңда көпшілігі тойламайды. Бірақ мені бір ойландыратын дүние бар да. Тойламайды, соған қарсы Қыз Жібек пен Төлеген деп па бір Қозы-көрпеш баян сұлу. 15 сәуір. Ол не? Міндетті түрде екінші альтернативасын ойлап табу керек па? Енді оның басында негізі Нұрсұлтан, ең әуел басында мен бармын оның. Мен өзі анау 90-шы жылдар, жоқ, мен ойлап тапқан жоқпын, оның негізі басқа азаматтар болды, бірақ соның бастау көзінде. 90-шы жылдары біз ол кезде әлі діннің жақсармаған кезі. Ол кезде мен студенттер сарайында жұмыс істеймін. Әл-Фараби атындағы ұлттық университетте. Сол кезде осы Валентин өте қатты белең алды. Ол кезде әлі қазіргідей бір елдің бәрі жаңа дінді оқып маған кез ол кезде. Бәрі тойдың үстінде төбелесіп бәрі жарық өшіп қалған кезде төбелес бастап жүрген кез ғой енді. Жұрттың бәрі жаңағы аш суға той болатын кез. Валентин қатты белең алды. Біздің жастарымыз, әсіресе қыз балаларымыз соған кетті. Сол кезде біз ұлтшыл жігіттер не істейміз бұған қарсы деген кезде осы ойымызға түсіп осы 15-ші ақпан деп бастап ең бірінші несін осы Серікқалиев бар ақын студенттер сарайын тойлағанбыз. Бұл ол кезде біз Қозы-көрпеш баян сұлу деп. Қозы-көрпеш баян сұлу атын қойып, ол кезде бір мынандай ананың сипатын емес біз. Біз оны кәдімгідей сұлу қыздармен сері жігіттердің сайысы қылып өткізгенбіз. Мысалы студенттер сарайында шығады, мысалы қыздарымыз Қозының, ұлдарымыз Қозының інілері, қыздарымыз Баянның сіңілдері, қыздар өнерлерін көрсетеді. Істігеді, тамақ істейді деген сияқты ғой, соны бір қыстырды деген сияқты. Ал жігіттер жігіт сұлтан деген сияқты сөйтіп сайыстырып ортасында. Сонан кейін сол жерде жаңағы сол сұлу қыздармен мықты жігіттер таныстырып, оларға жаңа насихат айтып, жақсы отбасы құру, отбасы деген не құндылықтар деген сияқты айтып сондай жасағанбыз біз. Егерде ақыры осыны жасай алған келіп жүрген біз дұрыс отбасы құрыңдар онда деп сөйтіп басталған нәрсе ғой ол. Содан кейін осы жалғасып келе жатыр. Оны сын айтып жүргендер де бар, содан көшірмесі ғой деген сияқты. Бірақ оны амал жоқтықтан барған нәрсе. Бірақ соның кейін ұшқыны қалып қойып жасап жүр ғой. Негізінде ол келешекте қажет емес, ол да қажет емес, жаңағы Валентин де қажет емес деп ойлаймын. Себебі оны егер дұрыс пайдаланбасақ, егерде Қозы-көрпеш баян сұлуды біз дұрыс пайдалансақ, оны жаңағындай біз отбасылық құндылықтарды жастарға үйрететін болсақ ол жерде, иә, адамгершілікті, азаматтықты, отбасы құруды, ұрпақ тәрбиелеудің не екенін айтатын болсақ, үйленудің не екенін үйрететін болсақ, онда оны пайдалануға болады. Біз оның ең басында сол дұрыс ниетте басталған нәрсе ғой. Ал қазірші ол қай жылдары болып еді? Кейін бір сындарды оқып қалдым бір газеттерден де, бұл 97-98 шығар. Себебі ол кезде қатты белең алып кетті да Валентин деген. Елдің бәрі Валентин. Валентин күні жаңағы елдің бәрі мас қой. Соның бәрі кафенің бәрі, ресторанның бәрі толған, жаңа жастар, мас болып жүрген қыздар, оның қасында жүрген жігіттер не болып жатыр сонда? Валентинкасын санаған оқушылар. Тоқтату үшін біз солай жасадық қой. Енді өйткені ата-бабамыз бар, өзіміздің неміз бар, демек. Өзіңіз айтқандай, ол оқулықта болды ғой. Оқулық арқылы да санаға сіңді ғой. Бізге оны мұғалімнің айтқанының бәрі рас, бәрі дұрыс. Біз солай сендік күттік. Жаңа Валентин, мен ағылшын тіл пәнінің, ағылшын тіл пәнінде кәдімгі ең алғашқы сол мерекені сол тіл арқылы білдік. Енді жаңағы қазақтың өзінің бір махаббат күні, егер балабақшада, жаңағы мектептерде үйретілсе, онда бұл да бір кеңінен жаңағы идеология ретінде. Оны дұрыс пайдалансақ. Мысалы, бізде неге ғой жаңағы азғындыққа жаңа неге ғой енді зина дейді ғой енді. Соған біз балаларды үйретпей, біз оны кәдімгі болашақ аналарды, болашақ әкелерді тәрбиелейтін болсақ, соған пайдалансақ. Онда ол керемет махаббат күні болады еді. Мысалы, былай ғой, кез келген қыз бала өмірге келген екен, менде үйде қызым бар. Қыз бала бой жеткенге шейін әкесі мен ағаларының жауапкершілігінде болады. Әкесі мен ағасы оның киімі, тамағынан бөлек оның ар-намысын қорғайды. Бөтен еркісі оған келіп қолын тигізуге де болмайды. Кез келген қыз харам деп айтылады шариғатта. Харам дегенде ол арам деп түсінбеу керек. Харам деген сөз, мысалы, Масжидил Харам, Харам әл-Харам мешіті дейміз ғой. Арам мешіт деген сөз емес. Ол құрмет деген сөзден шыққан.
әрбір қыз құрметтелген. Оған ешкім бөтен адам келіп қолын тигізуге тыйым салынады. Себебі оның өзінің ағасы бар, әкесі бар, солар оның жаңағы несін абыройын барлығын қорғайды. Бір күн ол тұрмысқа шыққаннан кейін, бойжеткеннен кейін біреуге беріп жіберілмейді қазақта. Не дейді? Ұзату дейді. Беріп жібер демейді, ұзатты дейді. Ұзатқан кезде қазақта не дейді? Бізден кетті, сізге жетті деп береді. Сонда не кетіп, не жетті? Жауапкершіліктің барлығы бізден кетіп, енді сізге жетті деген сөз. Енді жауапкершіліктің барлығы әлі күйеу қабылдап алады. Солай ғой. Енді мынау жаңағы 14 ақпандағы Валентин күні. Сол Валентин күні бейне бір сол жауапкершіліктің барлығы шетке алынып тастап, жаңа құрмет деген бәрі алып тасталып, енді еркіндік берілетін сондай бір күн сияқты түсінік болып қалды да. Сонымен сол күндерде қаншама дұрыс емес істер болғандығын өздеріңіз білесіздер. Сөйтті де оның орнын енді бұл жамандыққа алып бара жатқаннан кейін оны сәл дұрыстайық. Бірақ адамдар келіп жатқандар көп болып кеткеннен кейін Серікзат ағамыз сияқты кісілер алды да оның альтернатив орнына жаңағы Қозы-Көрпеш Баян Сұлу күнін жасады. Одан кейін мен бір есімде бары аттарын ұмытып қалдым. Европада оқитын бір жігітпен бір қыз үйлену тойына, құдалық барлығы болған, енді үйлену тойына ұшып келе жатқанда жолда самолет жарылып қайтыс болды. Осында Ақтау жақтың қыздары ма? Ақтау жақтың. Каспийге түсті ғой самолет. Ол 2005-2006 жылдарда есімде сол уақыттарда. Сосын сол уақыттарда солардың суреттерін қойып, сол жаңағы Қозы-Көрпеш Баян Сұлу күндерін сол кездерде қатты дәріптеле бастады. Мен солай есімде бар. Бірақ енді оны да жаңағыдай нәрсеге, жамандыққа, азғындыққа қарай пайдаланып кете бастағаннан кейін енді қазір адамдар өзі түсіне бастады. Болашақта Құдай қаласа сол нәрсе жойылып кетеді деп ойлаймыз енді. Бір мысал келтірсем бола ма? Енді радиода 16 жыл жұмыс істеп келем ғой. Енді орыс тілді, тіпті ұлты да орыс бізде әріптестеріміз бар. Және осы 14-ші ақпанды кәдімгі радионы өздеріңіз білесіздер, мереке. Біз енді позитив сыйлау деген сияқты махаббат уколын саламыз деп бізге кәдімгідей сыртқа шығып приз беріп қолымызға. Мен айтамын, жоқ, мен енді ақша төлеп жатқан шығар маған, зарплата алып жүрген шығар, бірақ мен ешкімге махаббат уколын 14-ші ақпан күні салмаймын. Азар да безер болып жаңағы бас тартамыз. Енді не істейміз? 15 сәуір жақсы бір концерттер енді біздің елорда Астана қаласында көптеп кездеседі ғой. Бір-біріне хат жолдап жатқан жаңағы әйелі мен күйеуі, жұптар, солардың хатын оқып, мүмкіндігінше менің қолымнан сол сәтте не келеді? Енді радионың тізгінінде отырғаннан кейін микрофон алдында сол мерекені насихаттау. Менің қолымнан не келеді? 14-ші ақпанды айтпау. Менің қолымнан не келеді? Наурызды көбірек насихаттау, жаңа жылдың кішкене актуалдығын төмендету деген секілді. Әркім өзінің қолынан келетін істі әке өзінің отбасында, басшы өзінің ұжымдастарының алдында, радио жүргізуші эфирінің алдында жасаса, менің ойымша солай ғана насихат көбейеді ғой. Қазір таңда жастар не ойлайтын, олар смартфон арқылы білесің ғой. Әлеуметтік желіде жастардың қоғамдық пікірдің иелері олар кімдер? Олар блогерлер, олар вайнерлер. Солардың түсіріп жатқан вайндарын, влогтарын көретін болсаң, қазір таңда 14-ші ақпан ол біздің мереке емес. Бізге кейін деп гүл бермеудің орнын құтылуды сияқты бір отмазка сияқты болып көрінуі мүмкін тырнақшаның ішінде. Бірақ негізінен оның түпкі мақсаты бұл күні тойламай қояйық. Бұл күннің мақсаты атауының өзі біздің ешқандай бізге қатысы жоқ дегісі келіп тұр ғой. Сондықтан қазіргі керісінше жастар қоғамдық пікірді қалыптастыратын, олардың өздері де қарсы болады. Енді қазір барлық мерекелер дін ұстанбауы мүмкін ол жастар, бірақ дін ұстанбаса да олар 14-не қарсы да. Оның өзі де бір жақсы жетістік десек те болады. Қазір барлық мерекені тізіп келе жатырмыз ғой, енді тарихына үңіліп, қазір 8-ші наурызды алып тастамаңыздар енді. 8-ші қалдырайық оны. Мынандай мәселеде бізде мерекелер көп қой, енді 8-ші наурыздан да басқа мерекелер бар. Егерде кез келген нәрсені, кез келген мерекені біз жақсылыққа пайдалансақ, оны жақсылыққа пайдалану болады ғой. Сол мерекені жойып жүрмей-ақ, адамдардың бәрі түсінігі сол мереке қалыптасқан, сол мерекеде біз жақсы істеуіміз керек. Мысалы 8-ші наурызда аналар мерекесі деді ғой, мен соны қолымса қолдаймын. Неге аналарымыз құрметтемеске? Сол күні аналарымызға неге бір сыйлық әпермеске? 8-ші наурыз күнінде бір қуантып, тым болмаса жылына бір айтып, енді кейбір түсінігі бар, иманды азаматтар күн сайын жасайды ғой енді. Күн сайын жасамайтын азаматтар бар. Сол күні мерекеден жұрттан қалып қоймайын деп анасын сыйлық жақсы ғой. Бір ананың батасын алып жатсаң. Аналар мерекесі дегенді қолдаймын. Мысалы, тағы қандай мерекеміз бар біздің жалпы аға біз кейбіреулер баяғы ескі түсінікте жүргендер 23-ші ақпанды да жаңағы тойлап жүріп жатады. Ол енді баяғы кеңес үкімет біреу айтады, ол Ресейдің әскерінің күні ғой. Жоқ, олай емес. Оның түсініктері олар баяғы кеңес үкіметінің кезінде әскерде болғандар ғой енді. Соны бір ұмыта алмайды ғой, сол кезде бірге жүрген жаңағы достарын. Ал енді мерекені, кез келген мерекені
өзіміздің бұрыннан бекітілген мерекелеріміз жақсы нәрсеге қатып пайдаланып. Қазір егер біз күнтізбені ашып, дәл бүгінгі күнге қатысты, 1 желтоқсан деп алсақ, бүгін енді қызыл жаңағы түспен белгіленіп, белгілі бір жаңа мереке деп тойланбаса да, әр елде жалпы дүниежүзілік халықаралық деңгейде мерекелер күндер өте көп ондай күндер. Әрбір күннің енді соның жақсылығын аласың ғой. Қарап отырсаң, шоколадқа да бір күн беріп қойған, медбикелер күні бар, дәрігерлер күні бар, ұстаздар күні бар, әдемі қарым-қатынас күні бар, жастар күні бар, жастық күні бар, өте көп. Біз былай ойлап жүрміз қазір енді. Сосын енді ақырайып жатырмыз ғой енді. Иә, мереке жаңағы ұстаздар күні деген мереке бар ғой енді. Ол менің ойым жаңағы Қозыкөрпеш баян сұлу деген сияқты. Ұстаздар күні деген мерекені анау біздің қыркүйектің басында біздің Ахмет Байтұрсынұлының дүниеге келген күні бар ғой. Соны қою керек. Байтұрсынұлы күні бітті, ұстаздардың күні. Ұлттың ұстазы ол кісі. Міне сонда қандай керемет болады. Ахаңды жаңағы бір жағынан ахаңда еңбектері сол оқылады, ахаң туралы насихат болады ол кісінің еңбектері. Әйтпесе қазанның ана күні, мына жексенбісі, ана сенбісі деп адасып қаламыз. Олар Ресейден ба, бұл жақтан келген дүние. Біздің өзіміздің жаңағы сол ұлтымыздың ұстазы тұр ғой. Сол күн ұстаздар мерекесі болсын. Абай атамыздың күні бүкіл біздің даналықтың мерекесі болсын, тек поэзиямыз Абай дана ғой енді. Маған соңғы даналық сөздер мерекесі біз. Сол даналық сөздер айтайық бір-бірімізге. Домбыра. Иә, домбыра мерекесі, домбырамызды тартайық. Құрбан айту күнінде жаңа құрбандық шалайық. Құрбандық шалумен бірге тағы да қосымша не етіп жүрміз, діни басқармамен келесіп бірігіп, біз балаларға, мектептерге енгізуіміз керек осы мерекені. Мектептерге, себебі ақыры мемлекеттік мереке алдық қой. Бүкіл мектепке жаңа сол құрбан айту күні жаңа сыйлық таратылатындай. Жақсы. Айлыхан мырза, сіз қорытынды пікіріңіз? Енді мейрам деген жыл сайын айналып келіп қуантатын күн болу керек қой. Мейрамдардың ішінде әркім өзінің отбасылық мейрам күндері бар. Сол сияқты мына ұлттық мейрам болсын, қандай бір мейрам болса да түбінде мағынасы бар мейрамдарды барлығы соларды дәріптелсе, мағынасыз мейрамдардың барлығы өзі олды ақырындап жойылып кетсе, жаңағы дәстүрдің озығы бар, тозығы бар деген сияқты тозығы жетіп, иншалла жойылып кетіп жатса. Енді сөйтіп жатқан кезде кейбіреулер бәлен жерде осындай бар екен деп соларды алып келіп, жаңа Хеллоуинді алып келген сияқты, өркениетті елдер мынау бар екен деген сияқты нәрселерді алып келе бермесе, айтады ғой, алтынның қолда барда қадірі жоқ деп, өзіміздің ұлттық, қазақтың ұлттық өзінің тәрбиесінен артық бізге жақын нәрсе жоқ. Сондықтан өзіміздің сол ұлттық мейрамдарымызды, өзіміздің руханиятымызға байланысты мұсылманшылық мейрамдарымызды және өзіміздің Қазақстан Республикасының мемлекеттік мейрамдар, жаңа тәуелсіздік күні деген сияқты, конституция күні деген сияқты сондай күндерімізді қалдырып, енді жаңа мейрамдарды көбейтіп жіберсе, жұмыстығымыз дейді, ол да бар ғой. Сондықтан сондай мейрамдарымызға сіз боп, біз боп атсалыстық дамуына. Енді жаңа жылдың алдында айдың басында түсіріліп жатыр ғой. Түсіріліп жатыр. Бір дүниені, мысалы қай жағынан шығын болуы мүмкін. Осы мерекені тойлаймыз деп, адам шығыны болуы мүмкін. Ішіп алып рөлге отыратындар қаншама, ішіп алып үй көрмей кететіндер қаншама, бала шағасын шырылдататындар, далада үсіп қалып жаңағы мертігіп қалатындар қаншама. Жалпы қарап отырсаң, бұл мерекенің жақсылығы да бар, жамандығы қатар жүруі де мүмкін де. Сондықтан наурыз асқазаныңды наурыз көжеге тойдырып, бір-біріңе жылы лебізіңді айтып, батаны алып, молынан жақсы әдемі көрсу, күнде жылы, сондықтан ішімдік ішілмейтін, жаңағы қастандық жасалмайтын, жауыздық болмайтын, адамдардың шығыны болмайтын, керісінше жақсылықты ғана дәріптейтін мерекені қос қолдауға, насихат жасауға дайынмын. Құрметті көрермен, бұл Елорда дін YouTube арнасы. Бүгінгі пікірлерді естідіңіздер, көрдіңіздер, ойларды каналға жазылдыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Мүмкін сіздің алып қосарларыңыз бар шығар, келіспейтін тұстарыңыз да болуы мүмкін, Содан пікір қалдырыңыздар, бөлісіңіздер. Біз керісінше қуанамыз қайта. Біздің спикерлерге рахмет, қонақтарымызға. Енді дендеріміз сау болсын. Мерекені Айлыхан мырза айтпақшы, мән мағынасы бар, пайдасы бар мерекелеріміз елде көп болсын. Ал 50 жылда ел жаңа деп жатыр ғой, кейде бір маңыздылығы, мардымдылығы ескірген мерекелер ол бірте-бірте халықтың санасынан, күнтізбеден де кетіп қалады деп ойлаймыз. Рахмет сіздерге.